Сәлем достар, мегаполис бұл қарбалас өмір мен үнемі асығыс уақыттағы жеке кеңістіктің болмауы стрессті жеңілдетіп, өмірден шынымен ләззат алу үшін кішкентай, бірақ өмір сүруге болатын аралда міндетті түрде жалғыздық қажет. Жан мен тәнді тынықтыру үшін қайда саяхаттауға болатыны туралы жауап жетерлік. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл бейнемізде біз әлемдегі кішігірім 9 аралдағы күшті көріністегі ғимараттарды айтамыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Ендеше кеттік. Вильгельмштейн. Аралдың жасанды тізбегі Германияның батыс бөлігінде Штайнхут деп аталатын көлде орналасқан. Оны құру үшін 18 ғасырда ойға келмейтін адами және табиғи ресурстардың көп мөлшері пайдаланылды. Бастапқыда бұл жерде уақыт өте келе біріктірілген 16 бөлек арал болды. Бұл жер мәдени және тарихи маңыздылығына байланысты туристерді қызықтырады. Блед көліндегі арал, Словения. Кішкентай Словенияның басты көрікті жерлерінің бірі. Блед көлінің ортасында кішкене жер телімінде Мариана шіркеуі салынды. Христиандық қасиетті орын әлемнің түкпір-түкпірінен тыныштық тауып, өмірдің мәнін табатын мыңдаған қажыларды жинайды. Қоңырауды соғу жүрек түкпіріндегі тілекті орындай алады деген сенім бар. Галве көліндегі арал, Литва. Кішкентай арал мифтер мен аңыздарға толы ескі бекіністің арқасында танымал болды. Туристер тарихқа көз салып, достық пен ынтымақтастық туралы көбірек біліп, табиғатты бағалау үшін осында болуға тырысады. Бекініс пен мүлікті 19 ғасырдың басында граф Йозеф Тишкевич салған. Висовац, Хорватия. Висовац ұлттық саябақта КРК деген қарапайым атаумен орналасқан. Оның ауданы небәрі 1,7 гектарды құрайды. Бірақ мұндай шағын аумақта орман, монастыр және мұражай таңғажайып сұлулыққа ие. Ғимараттар 14 ғасырға жатады. Ол қызығушылық танытатын туристердің көзінен айналып өтпейді. Понти Кониси, Греция. Тышқан аралы дегенді білдіреді. Ең кішкентай арал болып саналады. Бұл жердің басты тартымдылығы 12 ғасырда салынған монастыр. Мұнда көптеген ерекше мәдени құндылықтар бар, бірақ нюанстар да бар, құрылым толық сақталмаған. Данбар, Гондурас. Гондурас қылмыстың жоғарғы деңгейімен ғана емес, сонымен қатар VIP вилласы бар кішкентай аралмен де танымал. Тропиктердің керемет сұлулығы, теңіз бетінің әдемі көріністері мен тамаша инфрақұрылым. Демалыс бағасы адамдар санына қатысты шектеулер туралы айтпағанда сұмдық әсерлі. Госпа от Шкрепела, Черногория. Черногорияда бірнеше өмір сүруге болатын аралдар бар. Бірақ Госпа от Шкрепела ең танымалы болады. Бұл христиан шіркеуі әрбір саяхатшы баратын маңызды танымал орын. Құрылыстың нақты күнін ешкім білмейді. Бірақ ол 1667 жылы қайта құрылды. Бьярнарей, Исландия. Исландия аңшылары мен балықшылары үшін танымал орын. Кішкентай жер телімінде қауіп төнген жағдайда баспана ретінде арналған бір ғана үй бар. Бұл кеңістіктің иесі кім екенін ешкім білмейді, бірақ үй бірнеше рет қалпына келтірілді. Мон-Сен-Мишель, Франция. Дисней мультфильміне ұқсас бекініс. Кішкентай, бірақ танымал арал Францияда орналасқан және Мон-Сен-Мишель деп аталады. Бұл жер бүгінгі күнге дейін сақталған бекініс ретінде құрылды. 1979 жылы көрікті жерлер дүниежүзілік мұра мәртебесіне ие болды. Ал форт аумақтарын таза және қанағаттанарлық күйде ұстау үшін бірнеше адам тұрады. Осымен бейнемізді аяқтаймыз. Тағы да осы секілді немесе осы аралдар жайлы толықтай ақпараттар білгіңіз, көргіңіз келсе, пікір бөліміне жазып қалдырыңыз. Және бізге тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.
with